Сәлем баршаңызға. Бүгін біздің тағамыздың аты түшпара. Түшпараны үй жағдайында қалай жасаймыз? Магазиннен гөрі қолдан жасаған өте таза, өте әдемі дәмі болады. Сондықтан мен сіздерге түшпараны қалай жасалу керек екенін бөлісетін боламын рецептімен. Егер видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал бастаймыз. Бисмилля. Алдымен 2 жұмыртқа керек біздің қамырымыз жабыспау үшін. Жұмыртқа, 2 жұмыртқа, сосын тұз саламыз, өзіміздің қалауымызға қарай кішкене тұз және кішкене жылы су. Жұмсақ қылып, қатты жұмсақ қылмаймыз, қатты да қылмаймыз. Әдемі қылып елейміз, орташа қылып. Суды азырақ құямыз, кішкене қамырымыз қапталғанша, кішкене. Осылай қамырды илеп, 15 минутқа бастырамыз, иіні қанғанша. Қамырымыз дайын. Бетін жауып қоямыз. 15 минутқа. Түшпараға бізге азғантай фарш керек. Барлық қандай фарш болса да болады. Сиырдың, немесе түйенің, қойдың бола береді. Тұз, бұрыш, жуамыз бар. Қазір алдымен жуаны, тек бұған жуа, бұрыш, тұз, үшеуін ғана қосамыз. Жуамызды блендерден өткізіп аламыз. Алдымен жуамызды бұда болайық. Осы болады мына. Мынандай әдемілеп майдаланып тураланады. Жуаны өзіңіздің қалауыңызша қоссаңыз да болады. Енді бұрышын тұзын саламыз. Бұрышын тұзын саламыз. Араластырып аламыз. Болды, фарш дайын. Қамырымызды алдық, енді осыны жаямыз. Жаңа илеген қамырымыздан шағын-шағын 2 күлше шықты. Адам санына қарай жасайсыздар. Көп болса. Қамырымыз дайын болды. Деңіз. Енді осыны домалақтап кесіп аламыз. Мынандай керемет дүниені мен базардан сатып алдым. Мындай қымбат тұрмайды, қолжетімді бағада. Мінекейіңіз алып, міне. Домалақтап арнайы кесуге арналған. Мен осының ең кішкентайын алсам жетеді. Мына кесіп көрейік біз деп. Қатты салмақ түсірмейсіз, бұлай жай ғана. Көрейік. Мінекейіңіз, мынандай әдемі бұра шығады екен. Осыны айналдырып, домалақтап кесіп шығамыз. Міне біз мынандай домалақтап кесіп алдық. Енді пельменімізді түйетін боламыз, яғни түшпарамызды. Мына дайын қамырымызды кесіп алдық, енді фаршымызды салып түйеміз. Мына жиегін айналдырамыз осылай. Мынандай айналдырып шығамыз. Және бұлай қылып 2 бұрышын түйе саламыз. Міне.
Қатты толтырмаймыз, кішкене қамырымыз жыртылып кетеді, ато. Мындай жиектерін. Міне біздің түшпарамыз дайын. Міне өте әдемі түйілді. Енді сорпасын дайындаймыз. Ал түшпарамыздың енді картошкасын, сәбізін, пиязын дайындап аламыз. Кішкентай майға қуырамыз. Оғаннан кейін қуырып жасасақ та болады, немесе түшпараны асып пісесек те болады. Мен бірақ кішкене май қуырып алғанды жақсы көремін, сондықтан осылай жасап жатырмын. Ал енді алдымен бірінші үгіткіштен сәбізімізді үткізіп аламыз. Осылай. Ендігі мына сәбізі, картошканы қиын ештеңесі жоқ, кәдімгідей осылай турап аламыз. Міне май құямыз, кішкентай ғана болады, өйткені фарштың өзінің майы бар. Міне суамызды салдық, кішкене майға турап аламыз. Одан кейін картошкамызды, сәбізімізді саламыз. Осыған кішкене тұз саламыз. Лавровый лист жапырағын саламыз. Біз менен кішкентай картошкамызды, сәбізімізді қуырып жатырмыз. Осыған тұзымызды салдым. Su әлде де аздау, тағы да қоясын болады. Сорпамыз қайнап жатыр, міне. Енді түшпарамызды саламыз. Холодильникке салып, түшпарамызды қатырып алдым. Түшпарамызды салдық. Міне астын кішкене қаттырақ аштым. Енді лавр жапырағымызды салып жібереміз. Міне енді пельменіміз қайнап жатыр. Бір 15-20 минуттан кейін алатын боламыз. Міне енді сорпаның бетіне укропымызды кішкене қызанақтан бетіне әсемдік үшін сорпамыз дайын болып, сапар кесемізге құйғаннан кейін барып укроппен бірге бетіне себетін боламыз. Кішкене болса да тамақтың түр әлпетін келтіріп әсемдік үшін. Тамағымыз дайын болды. Мұны қазір құямыз. Егер видеом ұнаса, пайдаңызға жарап жатса видеом, лайк басып, комментарий қалдырып, және тіркеп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.